Салем балалар. Бүгін мен сендерге бір әңгіме айтқым келеді. Бірақ жай отырып айтпаймын, мен паркур өтемін. Ал сендер тыңдайсыңдар. Дайынсыңдар ма? Кеттік. Білесіңдер ме, мен кішкентай кезімде ойладым, үлкен болғанда бәрі оңай болады. Ақша табасың, не қаласаң соны істейсің. Ешкім саған не істе демейді. Секіру, құлау. Ол, құладым. Қайтадан. Иә, солай ойладым. Бірақ өмір дәл осы паркур сияқты екен. Бір блоктан екіншісіне секіресің, кейде құлайсың, кейде өтесің. Ең бастысы тоқтамау. Достар туралы айтайын. Менің бір досым бар еді, бірге ойнайтынбыз, бірге күлетінбіз. Бір күні ол маған айтты: "Жасик, сен видео түсір, сенен шығар." Мен күлдім. Ойладым, кім мені қарайды? Ал қазір сендер қарап отырсыңдар. Демек, ол дос дұрыс айтыпты. Кейде біреу сені өзіңнен жақсы біледі. Рахмет саған, досым. Сен кім екеніңді білесің, видеоны көріп тұрған шығарсың. Қорқыныш деген не? Мен бұрын көп нәрседен қорқатынмын. Жаңа адамдармен сөйлесуден, қателесуден, біреудің алдында ұят болудан. Бұл жерді 10 рет өтуге тырыстым. Әр құлағанда ойладым, болды, тастаймын. Бірақ білесіңдер не? Қорқыныш ол жау емес. Ол сенің ішіндегі дауыс, ол айтады: "Абай бол." Оны тыңда, бірақ оған бағынба. Өтеді. Көрдіңдер ме? Балалар, сендердің арманың не? Жоқ, шынымен. Түнде жатқанда не туралы ойлайсың? Мен ойлаймын, бір күні үлкен канал боламын. Адамдарға жақсы эмоция беремін. Біреу қиын күнде менің видеомды қарап күліп жеңілдейді. Бұл менің арманым. Қарапайым, бірақ шынайы. Ал сенің арманың не? Комментарийге жаз. Мен афимын. Уәде беремін. Балалар, паркур біту үстінде. Бірақ әңгіме бітпейді. Өмір үлкен паркур. Құлайсың, тұрасың. Қорқасың, бәрібір секіресің. Бүгін менімен болғандарыңа рахмет. Егер видео ұнаса, лайк бас, ол маған күш береді. Каналға жазыл, біз бірге өсеміз. Сендермен Жасик еді. Келесі видеода кездескенше. Өздеріңе сеніңдер.